Қайырлы күн баршаңызға. 4 сынып математика 116 сабақ 1 мен 10 есептерді сіздерге түсіндіріп жазып көрсететін боламын. Есеп ұнаса арнама тіркеліңіз. Тақырыбы бөлігі бойынша бүтінді табуға берілген есептер. Бірінші есепте есептерді шығар деген А және Ә бөліктерінен тұрады. Асында есінде сақта дегенді жақсылап оқып алсаңыздар болады. Міне сіздерге шығарып ұсынып отырмын. А және Ә бөліктерінің есептерін осылай көшіріп алсаңыздар болады. Екінші есеп жұптық жұмыс ретінде беріледі. Балалар жұптасып есептерді шығарады. А және Ә бөліктерінен тұрады. Міне сіздерге есепті шығарып көрсетіп отырмын. Дәл осылай жазып алсаңыздар болады. Номері 3-ші есеп топтық жұмысқа берілген есептерді шығар деген. Бұл есепте А және Ә бөліктерінен тұрады. Міне сіздерге көрсетіп отырмын. Формуламен есепті шығарып көрсеттім. Дәл осылай жазып алсаңыздар болады. 4-ші есеп тапсырманы орында деген. Сан сәулесін сыз, бөлшектерді сан сәулесіне белгіле деген екен. Мен сіздерге қазір сан сәулесін сызып, осы бөлшектерді қойып белгілеп бердім. 5-ші есеп шығармашылық жұмыс тапсырманы орында деген. А және Ә бөліктерінен тұрады. Мына бөлшектерді қандай екі топқа бөлуге болады деп сұрақ қойған екен. Міне А, Ә бөліктерінің есептері. Бірінші Адағы алымдары жұп бөлшектер, алымдары тақ бөлшектер екіге бөлдім және жазып сіздерге ұсындым. 6-ші есеп топтық жұмыс. Әрбір суретке текшелерді орналастыру планы берілген. Екінші құрастырымдағы текшелердің орналасу планын толықтыр деген екен. Міне мен сіздерге бірінші текшедегі орналасу планы қойылған еді, екінші текшеге қойылмаған еді. Сіздерге қойып ұсынып отырмын. 7-ші есеп ластану деңгейін салыстыруға арналған атмосфераның ластану индексі әлей болады дейді. Енді сіздерге диаграмма ретінде берілген есепті 1 мен 2 деп бөліп сіздерге жазып ұсынып отырмын. Ақтөбедегі атмосфераның ластану индексі қандай? Ол 9, екіншісі астында. 8-ші есепте математикалық күнделікті өмірде таразымен берілген екен. Есептің суретте қарасаңыздар, міне А, Ә, Б таразындағы есептерді дәл осылай шығарып сіздерге ұсындым. 9-ші есеп сен зерттеушісің дейді. Ойлан және жауап бер дейді. Монеталар туралы есеп берілген екен. Бұл жерде мен сіздерге осылай ұсынып отырмын. Бірінші неде 4-4-тен, екіншіде 2-2-ден, үшіншіде 1-1-ден деп жаздым. 10-ші есеп сіздерге үй тапсырмасы ретінде беріледі. Есептерді шығар деген. А және Ә бөліктерінен тұрады есеп. Міне сіздерге шығарып ұсынып отырмын. Осы видео ұнаса, есептер ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Және де арнама тіркеліп кетіңіз.